Hoş geldiniz. Бұл жолы біз Gradio'мен танысамыз. Gradio. Бұл біз үшін тамаша құрал. Себебі біз мұнда жасаған барлық нәрсені URL мекен-жайы бар нақты веб қосымшаға айналдыруға болады. Сондықтан сіз оны достарыңызбен бөлісе аласыз. Немесе әжеңізге көрсете аласыз. Алдыңғы модульдерде біз Қазақстан туралы сұрақтарға жауап беретін және әңгімелер ағынын есте сақтайтын көмекші жасадық. Бақытымызға орай, бұл контекст пен фондық ақпаратты қайта-қайта қайталаудың қажеті жоқ дегенді білдіреді. Себебі ол, сіздің онымен сөйлескен әңгімелеріңіздің контексті мен тарихын есте сақтайды. Сонымен қатар, ол қателерді керемет өңдейді және сіз нағыз сарапшымен сөйлесіп тұрғандай сезінесіз. Бірақ бір мәселе бар, солай ма? Ол терминалда Google Colab арқылы жұмыс істейді. Әжеңіз оны көре алмайды, досыңыз оны тексере алмайды. Әлеуетті жұмыс беруші сіздің чат-бот қолданбаңыздың жұмыс істеп тұрғанын көре алмайды. Сіз олардан қолданбаңызды Google Colab арқылы іске қосуды сұрай алмайсыз, солай ма? Сіз оларға кодыңызды жіберіп, міне мен жасадым, көріңіз деп айта алмайсыз. Өйткені олар өздерінің Google Colab бағдарламасын іске қосып, оны сол жерде сынап көру керек болады. Бұл сіздің жұмыс берушілеріңіз немесе достарыңыз үшін өте қолайсыз. Ал сіз өз кезегінде олардың деректерін жинай алмайсыз. Сіз не істей аласыз? Бүгін біз мұны түзетеміз. Сондықтан егер адамдар онымен өзара әрекеттесе алмаса, осы бағдарламамен ойлап тапқан ең жақсы жасанды интеллект шешімі пайдасыз болады. ChatGPT алғашқы үлкен тілдік модель емес еді, бірақ ол кез келген адам пайдалана алатын қарапайым интерфейсі бар алғашқы модель болды. Міне осы нәрсе оны революциялық етті. Бүгін сіз жасанды интеллектті барлығына қолжетімді ететін сол дағдыны үйренесіз. Алдыңғы модульде сіз функцияларды веб қосымшаларға айналдыратын Python кітапханасы Gradio тұжырымдамасы туралы білдіңіз. Бүгін сіз оны пайдаланасыз. Осы модульдің соңында сізде әлемдегі кез келген адам сіздің жасанды интеллект көмекшіңізді немесе осы курс барысында жасаған кез келген басқа қолданбаны пайдалану үшін баса алатын ортақ URL сілтемесі болады. Кез келген. Егер сіз кез келген модульге қайта оралып, мен мұны достарымды сынап көргім келеді, немесе жұмыс берушілеріме көрсеткім келеді, міне қалай істеу керек деп айтқыңыз келсе, мұнда күрделі ештеңе жоқ, бұл өте қарапайым. Сіз қолданбаңызды жасай аласыз, URL мекен-жайын бөлісе аласыз, сонда адамдар оны жай ғана теріп немесе баса алады. Және сіз көп еңбек еткен қолданбаны іске қоса аласыз. Сонымен бұл жай ғана жаттығу емес, бұл сіздің портфолионыздың бір бөлігі. Бүгін жасаған жалпыға қолжетімді сілтемені түйіндемеңізге немесе LinkedIn-ге қосуға болады. Мен бұл қолданбаны жасадым десеңіз, кез келген адам оны басып, сынап көрер алатыны дәлел болады. Сілтемені досыңызға жібергеніңізді елестетіп көріңіз. Ол оны телефонда ашады. Олар сіздің жасанды интеллект маманыңызбен, ол немен айналысса да бірден сөйлеседі. Солай ма? Ештеңені жүктеп алудың, тіркелгі жасаудың қажеті жоқ. Жай ғана басып, чатқа кіріңіз. Болды. Дәл осыны бүгін сіз жасайсыз. Сіз өзіңіздің командалық жол чат-ботыңызды әдемі веб қосымшаға айналдырасыз. Оның түстерін, сыртқы түрін қалағаныңызша реттей аласыз. Ал жұмыс берушіңіз білгісі келгенде, сіз сол жасанды интеллект бағдарламасында немен айналысып жүрсіз? Жобаларыңызды көрсетіңіз. Сіз оларға URL мекен-жайын жібере аласыз.
сонда олар оны тексереді. Сіз оны қалағаныңызша әдемі ете аласыз. Мен жасанды интеллектті зерттеп жатырмын деп айту бір басқа, ал міне мен жасаған нәрсе қолданып көріңіз деп айту мүлдем басқа. Сондай-ақ, сіз қолданбаңыздан деректер жинай аласыз. Градио бұл процесті өте қарапайым етеді. Бұл соншалықты қарапайым, оны бірнеше жол кодпен жасаудың қаншалықты оңай екеніне таң қаласыз. Содан кейін оны жалпыға қолжетімді қолданбаға айналдырыңыз. Сонымен құралдарымызды қарастырайық. Дайынсыз ба? Егер сіз кодтың ең бірінші яшын көшіріп қойсаңыз, біз сол жерге кітапханаларды импорттап жатқанымызды білесіз. Бұл Hugging Face компаниясының Gradio Inference Client кітапханасы. Біздің сүйікті жеріміз. Онда барлық таңғажайып керемет модельдер тұрады. Таңдауға болатын 500 миллионнан астам модельдер бар. Және олардың барлығы тегін. Бұл керемет емес пе? Біз адамдар жасаған көптеген таңғажайып модельдерге қол жеткізе алатын, және оларды мүлдем тегін пайдалана алатын өте қызықты және таңғажайып заманда өмір сүріп жатырмыз. Дұрыс па? Не істеу керектігін білесіз. Сізге өзіңіздің токеніңізді енгізу керек. Мұны Hugging Face ойынындағы өзіңіздің токеніңізбен ауыстырыңыз. Болды. Содан кейін біз сол әйгілі тегін Qwen моделін пайдаланамыз. Егер сізге ақылды модель қажет болса, әрине, оны пайдаланыңыз, оны реттеңіз, көбірек қабаттар қосыңыз, гибридті еткіңіз келе ме? Неге болмасқа? Тіпті әртүрлі компаниялардың API қызметтері мен шешімдерін пайдалана аласыз. Бұл да мүмкін. Ал мұнда біз оны тек сынап көреміз. Жүктеп аламыз, тексереміз және бәрі дайын екенін көреміз. Жиі жауап береді. Я, Gradio 5-ші нұсқасы 5-ші нүкте интерфейсіңізді жасауға дайын. Бұл бірінші яшық сізді қолданбаларды жасауға дайындайды. Енді біз Gradioдағы ең қарапайым қосымшаны, негізгі интерфейсті жасаймыз. Мұнда біз ChatGPT сияқты нәрсені, яғни Qwen моделіне негізделген өзіңіздің ChatGPT-іңізді жасаймыз. Жүйелік сұрақ келесідей болады. Сіз Қазақстан бойынша достық қарым-қатынас жасайтын сарапшысыз. Қазақстанның мәдениеті, тарихы, географиясы және қазіргі өмірі туралы пайдалы және ақпараттық жауаптар беріңіз. Жауаптарыңыз қысқа, бірақ қызықты болсын. Қажетті жерде қазақ сөздерін қолданыңыз. Ой, мен оларды оқи алмайтын шығармын, сондықтан сіз маған көмектесуіңіз керек. Келесіде біз Ask Kazakhstan деп аталатын қарапайым функция жасаймыз. LLM-дің сұрау функциясын едіңіздер ме? Бұл да соңыз. Ал мәтіндік токен шебі 300. Жақсы. Сондықтан біз жүйені шамадан тыс жүктемейміз. Ал температура 0-ден 7-ге дейін. Қажет болған жағдайда оны 0-дік 8-дікке өзгерткіңіз келе ме? Бұл сізге байланысты. Қалаған реңкіңізді бере аласыз. Енді сіз температураны өзгерту арқылы жауаптарды шынымен де жалықтыратынын, немесе мүлдем ессіз ететініңізді білесіз, солай ма? Бәрі сіздің қолыңызда. Және тек 3 жолдан тұратын интерфейс жасаңыз. Бұл сызық Gradioны байланыстырады, солай ма? Ал мынау оны іске қосады. Болды. Оны іске қосып, қалай көрінетінін көрейік. Ол былай көрінеді. Мен мұны тек қажет болған жағдайда іске қосамын. Жүйе жалпыға қолжетімді URL мекенжайын қайтарады. Бұл керемет емес пе? Тіпті сізге жалпыға қолжетімді URL мекенжайын да береді. Ал бұл сіз жаңа ғана жасаған интерфейс. Егер мен оны бассам, ол жүктеледі. Міне ол.
Бұл достарыңызбен және әжеңізбен бөлісе алатын жалпыға қолжетімді URL мекенжайы, олар оны сынап көре алады. Сәлем әже, мен Қазақстан бойынша сарапшы жасадым. Кез келген сұрақ қойыңыз және оларға сынақтан өткізуге мүмкіндік беріңіз. Бұл сіздің қолданбаңыз, бұл сіздің мекенжайыңыз, бұл жалпыға қолжетімді мекенжай. Дәл осы жерде. Түсіндіңіз бе? Сұрақтар қояйық. Қанша күн кетеді? Егер мен Алматыдан Астанаға жаяу барсам, қанша күн кетеді? Біз жіберіп жатырмыз. Күн келуде. Ой, біз терезеде бір немесе екі жолдан тұратын жауап алдық. Оқу өте қиын. Екіншіден, бұл меннің. Біз мұнда, егер ол қазақ тілінде жауап бере алса, онда оны қазақ тілінде теру керек деген кодты енгіздік. Сондықтан ол қазақ тілінде жауап беруге тырысып жатыр, бірақ мен оны оқи алмаймын. Байқау қиын. Сонымен, мен алдымен жолдарды үлкейтемін. Солай ма? Себебі оқу қиын. Сосын саған тағы бір нұсқау беремін. Сонда сен маған бәрін ағылшын тілінде айта аласың. Мен мұнда осылай істеймін. Міне, соны өзгертемін. Бір жолдың орнына бірнеше жол көргім келеді. Сондықтан мен мұнда 10 жол қостым. Көшіру түймесін көрсететін 10 жол қойдым. Тіпті көшіру түймесін де қостым. Шынымен. Ойынға арналған параметрлер бар. Жарайды, маған ол керек емес. Аман. Жай ғана, бұл сіз оқып отырған материалдардағы түпнұсқа. Жарайды, мен кіріс және шығысты орнатамын. Жарайды, айнымалылар. Мен тек айнымалыларды қарап отырмын. Мен жойбымын. Мен оны қайтадан іске қосамын, және бұл жолы 10 жолды көремін деп үміттенемін. Жарайды, енді бұл басқа мәселе. Дұрыс. Ал сіз іске қосқан алдыңғы қолданба есіңізде ме? Оның мекенжайы 3B 951 9427 және тағы басқалар болды. Бұл басқа URL мекенжайын жасайды. Неге? Өйткені сіз өзгерістер енгіздіңіз. Ал ескі URL мекенжайы сіз енгізген өзгерістерді көрсете алмайды. Ол тек ескі кодтың не істегенінің суретін сақтайды. Сондықтан мен сол қойындыны жауып, осы жаңа жалпыға қолжетімді URL мекенжайын басамын. Бұл менің чат-ботымды 10 жолдық өріспен ашады. Дұрыс, сұрағымды қайта жазамын. Алматыдан Астанаға дейін жаяу, қанша күн жүруге болады? Шынымен де солай істеуім мүмкін. Ағылшын тілінде жауап беріңіз. Жіберу түймесін басамын, сұраныс Query модеріне өтеді. Сонда біз жауап аламыз. Алматыдан Астанаға дейін жаяу жүру нағыз шытырман оқиға болар еді. Иә, мен білемін. Мен мұны шынымен қалар едім. Қашықтық шамамен 750 шақырымды немесе шамамен 466 мильді құрайды. Егер сіз орташа жылдамдықпен күніне 15-20 шақырым жүрсеңіз, жылдамдық пен демалыс күндеріңізге байланысты сапарды аяқтау үшін 38-50 күн қажет болады. Жол бойындағы ауа райы, жер бедері және тұратын жер сияқты әртүрлі факторларды ескеру қажет екенін есте сақтаңыз. Иә, бұл қандай қызықты саяхат болуы мүмкін.
Шын мәнінде мен мұны іс жүзінде жасай аламын. Мен мұны істегім келеді. Табиғатта серуендегенді және жол бойында адамдармен кездескенді ұнатамын. Мүмкін бірнеше жаяу серуендеуге бара алармын. Енді сізде өзіңіздің чат-ботыңыз, яғни қазақстандық сапа жөніндегі маманыңыз бар. Есіңізде болсын, сіз оның тәжірибесін, қалай жауап беру керектігін және біз шақыру техникасын пайдаланып үйренген шақыруды өзгерте аласыз. Белгілі бір салада сарапшы немесе білімді болу үшін шақыруды түбегейлі өзгерте аласыз. Сондай-ақ жауаптарды белгілі бір құрылымда жеткізе аласыз. Сіз жедел инженерия туралы білдіңіз. Үлгілер, ойлау тізбектері және құрылымдалған жауаптар. Сіз осы әртүрлі әдістердің барлығын үйрендіңіз. Сондықтан оларды қолданып, қажетті нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Бұл қолданбаны әзірлеу және іске қосу тәсілдерінің бірі. Маған енді қажет емес болғандықтан мен мұны жоямын. Жарайды, үшінші үй ашық. Келесі үй ашық. Әңгіме жады бар чат интерфейсі. Жарайды, бұл Қазақстан бойынша сарапшымен байланысу функциясын анықтайды. Жарайды, радио интерфейсіне арналған чат функциясы. Аргументтері. Хабарлама, жаңа пайдаланушы хабарламасы. Қайтарылатын мәндер тізімі, көмекшінің жауабы. Диалог хабарламаларының жинағы, енді дұрыс форматтағы әңгіме тарихы және жаңа хабарлама. Жарайды, бұл жолы кодтың бұл бөлігі Қазақстан туралы бәрін есте сақтайды. Сіз әңгімені жалғастыра аласыз. Сонда ол сәл басқаша көрінеді. Жарайды, егер сіз мұны іске қоссаңыз, хабарлама көресіз. Жергілікті Jupyter ноутбук бағдарламасында радио бағдарламасын іске қосып жатқан сияқтысыз, және түбіп. Міне, жалпыға қолжетімді URL мекен-жайы. Солай ма? Егер сіз оны бассаңыз, жаңа қойында ашылады, және сіз жаңа ғана жасаған қолданбаны көресіз. Маған жай ғана атауындағы KZ ұнамайды. Сондықтан оны алып тастап, қайта іске қосамын. Мүмкін бұл жолы температураны дейін өзгертермін. Мен температураны 0,9-ға дейін өзгертемін. Неге болмасқа? Тәжірибе жасап көрейік. Жарайды, мен оны қайтадан бастаймын. Есіңізде болсын, сіз өзгеріс енгізген сайын, ол әртүрлі мекен-жайды көрсетеді. Сондықтан мен алдыңғы қойындыны жауып, осыны басамын. Ол маған ең соңғы нұсқасын берді. Қараңызшы, мен Қазақстан эксперт тақырыбының алдындағы KZ префиксін алып тастадым. Дұрыс. Енді мен сұрақтарымды осында енгізе аламын. Жарайды. Алматыдан сапарға қанша күн кетеді? Кешіріңіз, Алматыдан Астанаға дейін қоғамдық көлік бар ма? Алматыдан Астанаға қоғамдық көлікпен қанша күнде жетуге болады? Мен осы сұрақты қойғым келеді. Бұдан не шығатынын көрейік. Мұнда басыңыз. Сонымен, қанша күн кетеді? Жарайды. Алматы мен Астана Қазақстанның ең үлкен екі қаласы. Ал олардың арасындағы қашықтық шамамен 1500 шақырым. Дұрыс па? Өткен жолы 1500 шақырым емес екенін анықтаған сияқтымыз. Солай ма? Мұнда түсініспеушілік болуы мүмкін. Тікелей пойыз сияқты қоғамдық көлікпен сапар 30-дан 35 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Дегенмен,
Пойыз бағыттары мен кестелері шектеулі болуы мүмкін екенін ескеру маңызды. Сондықтан, Қарағанды немесе Орал сияқты қалаларда пойыз ауыстыру қажет болуы мүмкін. Жарайды. Немесе сіз автобусқа отыра аласыз, ол жылдамырақ болуы мүмкін, бірақ автобус пен аялдамаларға байланысты 20-24 сағатқа жуық уақыт алады. Ыңғайлы және жылдам саяхат үшін ұшақпен немесе тікелей пойызбен саяхаттауды қарастырыңыз. Әуе сапары шамамен 1,2 сағатты алады. Бұл сөзсіз ең жылдам нұсқа. Ағымдағы кестелер мен бағыттарды әрқашан тексеріп отырыңыз. Себебі олар өзгеруі мүмкін. Рас. Нақты фактілерге сенімді емеспін. Бірақ алдыңғы әңгімеде талқылаған қашықтық есімде, ол мінім 500 шақырым емес еді. Сонымен білесіз бе, кейде олар галлюцинация көреді. Мен неге екенін білемін. Біз температураны 0,9-ға дейін өзгерттік. Сондықтан модель соншалықты ессіз нәтиже береді. Сұрайыншы? Сонымен не сұрауым керек? Мен бұл сапарға қандай әуе компаниялары қатыса алатынын білгім келеді. Олардың дерек қорының қаншалықты жаңартылғанын тексергім келеді. Айтпақшы, бірнеше әуе компаниялары Алматы мен Астана арасында рейстер ұсынады. Міне бірнеше нұсқа. Air Astana, Kazakhstan Airlines, басқа да арзан әуе компаниялары. Сирек кездесетін болса да, кейбір бюджеттік әуе компанияларда рейстерді ұсынуы мүмкін. Жарайды, көрейік. Ұшу қанша тұрады? Ұшу қанша тұрады? Жарайды. Оның қаншалықты маңызды екенін көрейік. Арасындағы рейстер. Екі жаққа билеттердің бағасы брондалған уақытқа және сұранысқа байланысты 150.000 теңгеден 600.000 теңгеге дейін болуы мүмкін. Жергілікті бағаларды жақсы білмеймін, бірақ мұндай рейстерді жиі ұшатындар бұл дұрыс па, жоқ па, соны айта алады. Бұл қолданбаны осылай тексере аласыз. Әрине, параметрлерді өзгертуге болады, бірақ шығармашылықпен жұмыс істейік. Егер біз Қазақстанның астанасын жаңа жерге көшіруге мәжбүр болсақ, ол қайда болар еді? Мен тек қызығушылық танытып отырмын. Мен қиын сұрақ қойып, бұл модельдің қаншалықты шығармашылық екенін көргім келеді. Ол қайда болу керек? Неліктен екенін түсіндіріңізші? Саяси, экономикалық және мәдени тұрғыдан. Жарайды, оның шығармашылығын тексеру үшін мен одан да күрделі сұрақ қояйын. Көре жатармыз. Қазақстан астанасын көшіру маңызды шешім. Және тағы басқалар. Міне кейбір әлеуетті кандидаттар. Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Шығыс Қазақстан облысы. Жарайды. Саяси мәселелер. Астананы орталыққа көшіру көмектесе алады? Символдық маңыздылығы. Тарихи, символдық және географиялық тұрақтылығы бар орынды таңдау. Экономикалық мәселелер. Экономикалық орталық, инвестициялық тартымдылық, көлік хабы. Сондықтан жауаптар соншалықты ақылға сыймайды. Сондықтан менің ойымша, батыл жауаптар беру үшін температураны одан да көтеруіміз керек шығар. Қалай болғанда да бәрі осылай жұмыс істейді. Өзіңізді чекпоңыз. Енді сіз өзіңіздің сарапшыңызды жасай аласыз. Содан кейін оны бизнесіңіздің қажеттіліктеріне сәйкестендіре аласыз.
Сіз оны өзіңіздің тұтынушыларды қолдау қызметі немесе гид ретінде пайдалана аласыз. Сіз оны белгілі бір тақырыптық саладағы нақты құжаттарға байланыстырып, оны жекелендірілген, бейімделген чат-ботқа айналдыра аласыз. Жарайды ма? Немесе кәсіби бот. Қалай болғанда да теңшеу қолжетімді және оны қалай жасау керектігі мына жерде. Біз CSS тұжырымдамасын енгізіп жатырмыз. Фронтенд қосымшаларын әзірлеуге көп уақыт жұмсайтындар CSS-тің не істейтінін білетін шығар. Оның көмегімен сіз интерфейсті реттеп, оны одан да әдемі ете аласыз. Сіз басқа фон, әртүрлі түстер және төбомды пайдалана аласыз. Бірақ бұл тек чат-ботыңызды әдемі етіп көрсету туралы емес. Бұл осы курс барысында жасалған барлық қосымшаларға қатысты. Енді сіз белгілі бір дәрежеде сарапшысыз. Сіз өзіңіз жасаған әртүрлі қолданбалардан мүмкіндіктерді теңшей, қоса және араластыра аласыз. Сіз барлық кодыңызды осында жинап, идеяларыңызға негізделген өзіңіздің бірегей қолданбаңызды жасай аласыз. Содан кейін оны CSS көмегімен әдемі ете аласыз. Сізге тек кодты сүйікті жасанды интеллект көмекшіңізге ChatGPT, Cloud немесе Gemini көшіріп, қойып, былай деп сұрау керек. Ей, мұны қалай әдемі ете аламын? Фон түсін қалай өзгертемін? Суретті жүктей аламын ба? Немесе көбірек түймелер қоса аламын ба? Мен көбірек мүмкіндіктер мен басқа да нәрселерді қоса аламын, солай ма? Міне сіз мұны қалай жасайсыз? Міне сіз оны қалай орнатасыз? Және өзіңіздің қолданбаңызды жасайсыз. Мен оны іске қостым. Сондықтан мен мынаны басамын. Интерфейс қазір жұмыс істемейді. Бұл сілтеменің мерзімі аяқталғанын білдіреді. Сондықтан, бұрын кейбір өзгертулер енгізгендіктен, кодты қайтадан іске қосамын. Жарайды, енді бәрі жұмыс істейді. Жалпыға қолжетімді URL мекенжайында іске қосылды. Мен оны басамын. Ол мені Қазақстанның мәдениеті мен тарихы бойынша сарапшыға ауыстырады. Дұрыс па? Және ол дәл сіздің ChatGPT-іңізге ұқсайды. Міне, сіздің чат-ботыңыз. Сәлем, бүгін сізге қалай көмектесе аламын? Керемет, солай ма? ChatGPT сияқты. Бұл сіздің жеке ChatGPT-іңіз. Мына жерді басыңыз. Домбыра дегеніміз не? Және ол неліктен маңызды? Тек басыңыз. Айтпақшы, бұл алдын ала дайындалған сұрақтар, және бот сізге бірден түсініктеме береді. Керемет. Қаласаңыз, мұнда кез келген нәрсені өзгерте аласыз. Және интерфейсті әдемі ете аласыз. Сіз мұнымен ойнап, параметрлерді өзгерте аласыз. Тақырып, түстер, мысалы, оны көк және аспан көк етіп жасаңыз. Айнымалы мәндердің нақты қандай екенін есімде жоқ. Сіз жай ғана жарайды, идея осы. Жұмсақ, стандарт әйнек, немесе монохромды деп көріңіз. Сонымен сіз тақырыпты өзгерте аласыз, немесе қосымша арнайы CSS қоса аласыз. Біз CSS-пен жұмыс істеудің егжей-тегжейіне тоқталмаймыз. Сіз өзіңіздің жасанды интеллект көмекшіңізден осы кодты көрсету арқылы қандай опциялар бар екенін оңай сұрай аласыз. Сонда сіз өзіңіздің веб-сайтыңызды жасай аласыз. Міне, қолжетімді тақырыптар, жалғастыра беріңіз. Сіз заманауи, таза және қарапайым тақырыпты таңдай аласыз. Әртүрлі нұсқаларды қолданып көріп, түстерді реттей аласыз. Негізгерен көк, қарымдаш түс нұсқалары қызыл және қызғылт сары. Жарайды, сіз оларды өзгертіп, не болатынын көре аласыз. Егер сіз қолданып көргіңіз келсе. Қосымша реңк, көгілдір, көк, қызғылт сары, сары. Егер сіз бұл түсті қызғылт сарыға өзгертсеңіз, солай ма? Содан кейін іске қосыңыз. Код. Жарайды,
Енді бұл бөліктің қызғылт сары түске боялғанын көріп тұрмын. Тақырыпта қызғылт сары түсті. Көріп тұрсыз ба? Өзгерістер енгізгеннен бері жаңа URL мекенжайы пайда болды. Оны басайық. Енді бізде қызғылт сары тақырып бар. Өзгерістер көп емес, бірақ сіз әлі де осы параметрлермен, мәндермен ойнай аласыз. Бұл өте қызықты болады. Сіз өзіңіздің жеке сессияңызды жасай аласыз. Мысалы, суреті бар футуристік фон. Немесе профиль суретіңізге робот бетін қоюға болады. Немесе өзіңіздің суретіңізді қосып, сәлем, мен өз қаламның маманымын, және сіздердің бәріңізді бізге келуге шақыруға қуаныштымын. Мен сіздердің гидтеріңіз боламын, деп айта аласыз. Осыған ұқсас нәрсе. Сіз өз қызметіңізді іске қосып, содан кейін бұл жалпыға қол жетімді мекенжайды travelwithme.com немесе кез келген басқа мекенжай сияқты жақсы доменмен ауыстыра аласыз. Сіз мұны осылай жасай аласыз. Осылайша сіздің әдемі URL мекенжайыңыз осы мекенжайға қайта бағытталады. Әрине, оны істеу үшін сізге параметрлерге өтіп, ілтемені тұрақты ету үшін баға жоспарыңызды өзгерту қажет болады. Осылайша ол сенімдірек және тұрақты жұмыс істейді. Ал мұнда бір қызықты түйме бар. Cloud Run қызметіне орналастырыңыз. Бұл мүлдем жаңа деңгей. Егер сіз оны бассаңыз, мүлдем басқа әлемге кіресіз. Бұл мен Google Cloud платформасында веб-серверді іске қосқым келеді дегенмен бірдей. Айталық, Hugging Face немесе Gradio сияқты тегін қызметтер сізге сәйкес келмейді. Сіз миллиондаған келушілерді күтіп, олардың деректерін жинағыңыз келгендіктен, жобаны бұлттық серверде ресми түрде іске қосқыңыз келеді. Пайдаланушы деректерін және тағы басқаларды жинау үшін аналитика түймелерін қосқыңыз келеді. Және сізге жүктемені теңестіру қажет болады.